Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді мейізбен булочки дайындайтын боламыз. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіз. Ыдысымызға 150 мл сүтті құямыз. Оның үстінен жарты шай қасық тұзды саламыз. Одан соң 2 ас қасық қантты салып араластырамыз. Және де 1 шай қасық дрожжи саламыз. Жақсылап араластырып аламыз бірге. Одан соң үстінен 1 жұмыртқамызды саламыз. Және де ерітілген сары май 40 грамм құйып араластырып аламыз барлығын. Араластырып болғаннан соң үстінен 400-450 грамм ұнды салып қамыр илейтін боламыз. Қамыр бізде қатты емес, жұмсақ емес, орташа болып шығуы қажет. Жақсылап 3-4 минуттай шамасында илеп алатын боламыз қамырымызды. Осылай еліп болғаннан соң бетін жауып пленкамен жылы жерге 1 сағатқа қалдыратын боламыз. Ол уақытта салмасын дайындаймыз. 200 грамм мейізді алып, жақсылап жуып кептіріп алатын боламыз. Үстінен 100 грамм ұнды қосамыз. Және де 3 ас қасық қантты салып, жақсылап араластыратын боламыз. Тәтті болғанын қаласаңыз, одан да қантты көбіректе қоссаңыз болады. Және де 70 грамм бөлме температурасындағы сары майды алып, барлығын осылай қолымызбен езіп алатын боламыз біріккенше. Міне осылай шығуы қажет. Одан соң біздің қамырымыз көтерілгеннен кейін қамырды алып, тағы да бір рет елеп алатын боламыз. Осылай жақсылап елеп, үстінен басып шығамыз қамырды, және де кішкене ұннан себе отыра, қамырымызды ұзыншалап осылай жайып алатын боламыз. Енді үстінен жарты ғана бетіне начинкамызды салмасын осылай салып шығатын боламыз. Жарты ғана бетіне саламыз, және де қалған бөлігін үстінен жабатын боламыз. Енді тағы да үстінен осылай оқтаумен басып шығамыз, және де тағы да жарты ғана жеріне мейізден начинкамызды осылай салып шығатын боламыз. Тағы да қалған бөлігін үстінен жабамыз. Осылай үстінен жауып, тағы да оқтаумен басып шығамыз. Енді ең соңғы бөлігі барлық мейізімізді салып шығамыз. Тағы да осылай үстінен жауып, оқтауымызбен 1-2 мәрте басып шығамыз. Және де осылай бірнеше бөліктерге кесіп шығатын боламыз. Енді дәл осылай видеода көрсетілгендей, екі жанын осылай ортасынан басып, орап, екі жерін қысып қоятын боламыз. Жақсылап жабыстырамыз. Негізі өздеріңіздің қалауларыңызша түйсеңіздер болады. Мен осылай түйіп көрдім. Барлығын осылай дайындап аламыз. Барлығын формамызға салып, үстіне 1 жұмыртқаның сарысымен 1 ас қасық сүтті араластырып, осылай бетінен жағып шығамыз. Және де 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Сонымен біздің мейізбен дайындалатын булочкаларымыз дайын. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіз. Өте дәмді болып шығады. Сізге ұнайтынына сенімдімін. Егер де осы видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп қоюды да ұмытпаңыз. Күн сайын жаңа рецепттермен бөлісіп тұратын боламын.